Қайырлы күн. Бүгін осындай ашытқысыз жасалатын жеті шелпектің рецептімен бөлісем. Ол үшін 1 пиала сүт, 1 пиала жылы су, одан соң қант, тұз, 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды порционына салып, 2 бөлікке бөліп, қамырымызды илеп қоямыз. Дайын болған қамырымыздың үстін жауып, 10 минутқа тұндырып қоямыз. Содан соң жұмыс орнымызға ұнымызды сеуіп, осылай 7 бөлікке бөліп шығамыз. Формасын домалақ қып келтіріп, шелпектерімізді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Енді осы шелпегімізді қызып тұрған майға әр жағынан 2-3 минутқа айналдыра тұра осылай пісіріп шығамыз екі жағынан. Артық майды сіңдіріп алмас үшін майлық төсеп, біртіндеп қуырып шығамыз. Осымен дайын. Астарыңыз дәмді болсын.